Қадірлі жамағат, қазақ халқында ежелден бір дәстүрге айналып кеткен бір мәселе бар. Мынау әр кезеңде ақындар, жазушылар елдік, ұлттық мүдденің басында тұрған. Сынау Махамбеттен бері алып қарайық. Ахмет Байтұрсынұлы, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев және басқа қазақтың қаншама үлкен тұлғалары елдік, ұлттық мүддені көтерді. Сол кезеңдегі билікке үлкен әсер етті. Ал одан кейін мынау Мүсіреп басқарған кезде алайық. Одан Әди Шәріп басқарды, ол кезге де назар салайық. Одан кейін қаншама мынау тіптен Қалдарбек Найманбаевтың кезінде де, оның алдында Олжас Сүлейменовтің кезінде де барлық жазушылар елдік, ұлттық мүдде төңірегінде өздерінің ойларын батыл тілде айтып келді билікке. Ал енді мен осы кейінгі кездерде түсінбеймін. Себебі қаншама рет елдік, ұлттық мүддеге біз айқай көтереміз, бірақ жазушылар араласпайды. Мына жыл сайын бір қарапайым мысал келтірейік. Жыл сайын біз мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткізіп келеміз 5 жыл қатарынан. Ал енді сол 5 жыл сол өткізіп келген жиынға кейбір жылдар 5 жазушы қатысады, немесе алдыңғы жылы 10 жазушы қатысты. Ал арқылы өткіздік, тағы да 10 шақты ғана жазушы бой көрсетті. Ал енді бұны осыны қалай түсінеміз? Егер тіл кетсе, ұлт кетсе, кімге керектерің бар? Осында қаптаған жазушы. Енді соның басшыларынан бастап барлығы осы мәселенің төңірегінде жүру керек еді ғой. Міне, бірақ мен осы қазіргі енді Нұрлан, сен өзі шешен жігітсің, іскерлігің де бар, ал бірақ осы елдік, ұлттық мүдде төңірегіндегі мәселелерге араласпайсың ба? Араласпайсың. Біз нағыз бір халық жау болдық. Ал енді микрофон. Тіпті менің сол кезде сол туралы менің жазған өлеңім де бар. Соның ішінде былай дейді: ұлттық мүддеге келгенде Хоразалин болмады. Яғни қораздық мінез көрсете алмады. Хоразалин болмады. Тауғайын Шөжалиннің деңгейінде сынған деген жолдар бар. Ал енді айналып кетейін. Ешкім сенің орныңмен барайын деп отырған жоқ. Баяғыда тіптен Колбиннің кезінде мені Олжастың орнына ұсынбақшы болған бір топ нелер бар. Колбинді айтты, шақырып алып. Мен сонда Олжасқа айттым, сіздің орныңызды маған беріп жатыр дедім, қаңғи бермей өз жұмысыңызды атқарыңыз дедім. Мен бармай қойдым. Мәселен, ал қазір тіптен бармаймын. Бірақ айналып кетейін. Мына елдік, ұлттық мүддеге жанымыз ашымаса неге керегіміз бар? Кімге керек мынадай қаптаған жазушы? Сондықтан мынау бір кішкентай ғана бір 5-6 жол өлең оқып жүрейін. Азға бізде тұрғазақ жазушылар, ғалымдар, және ұлтын ұмытқандар, тойшыл, әнші, дарындар. Телеарнаны жаулап алды, кілең ойсыз сарындар. Тойшыл қауым, сендерсізді күн кешеміз барындар. Неге осындай қиын шақта бірікпеді үніміз? Ұлтты сақтап қала алмасақ, бір тиын ғой құнымыз. 300 жылдық орыстану саясаты бұл күнде шыңға шықты. Енді оны бұру, тежеу мүмкін бе? Ел талғамын тұқыртса да ұлтсыз, рухсыз мазаққан,
Бірақ соны бақ санауда кейбір шала қазақтар. Бабадан қанат қаққан қасиетті өлкеде алғанымен қазақ тілі мемлекеттік мәртебе, билік түгел бір-бірімен орысша тіл қатуда. Көбі әбден дағдыланған ұлт мүддесін сатуға. Біздер тұзақтағы халық бұлт еткен айлықты 30-40 жан бөлісті елдегі бар байлықты. Басшысына құрылардан ел көңілі шайлықты. О керемет, олардағы жемқорлықпен күрестер. Жемқор өзі сонда қалай өз-өзімен тірестер. Қане мұны өтірік деп айталады қаймықты. Бұл көз бояу, бұл сөз бояу, мүлде жүрек айнықты. Саралауға ұлтсыздықтың, сатқындықтың ұстағын, әр қазаққа керек бүгін мүлде жаңа ұстаным. Мейлі қандай мамандықтың болса болар өкілі, мейлі банкир, кәсіпкер ме, жұртқа жүрер өкімі. Бір сәтке жеп атқарылар қызметтің құлғы үшін, толған болса жойылуға бағытталған ұлт үшін, орыстанған жанұясында күреспесе тіл үшін, сын сағатта өз ұлтымен бірге алмаса тынысын, бұған қоса намыссыздық сырқатымен сорласа, құжатында қазақ болып жазылғаны далбаса. Хақымыз бар ондайларға сөз арнауға бөлектеп, тәлім берген ата-анаңа және өзіңе нәлеттіп. Яғни менің айтайын дегенім былай. Егер елдік ұлттық мүддеге қырын қарай беретін болса, елдік ұлттық мүддеге тұмсығын шүйіре қарайтын болса, онда жай мәселе деп уатын болса, ондай жазушылар одағының бізге көк тиынға керек жоқ. Ұлттық айтеміз, тілдік айтеміз, рухтық айтеміз. Сондықтан осында отырған жазушылардың көпшілігі шындығын жоғалтып алғандар. Шындығын жоғалтып алған жандар. Қазір кезеңдегі ең қауіпті адамдар шындығын жоғалтып алған адамдар. Сондықтан бұлай етейік. Енді Оразалин өзінің саламын деп отыр ғой. Салса салсын, бірақ жаңағы мүмкін әлбет жас осы баланы да бір сынап көрерміз. Тағы да басқа кандидатурлар ұсынсын. Сондықтан тағы да жаңада жігіттер айтып жатыр. Егер біздің жұмысымыз өтпесе, онда біз екіге бөлінеміз. Өзімізше жазушылардың ұйымын құрамыз деп жатыр. Тағы біреулер. Сондықтан мынау осы мәселеге регламент ашып қарайық. Содан кейін жазушылар одағы шындық үшін күресетін болсын болашақта. Рахмет. Ұлттық рух үшін күресетін болсын. Және сол биіктен табылсын менің тілегім болсын. Рахмет. Беке. Тұра тұрыңыздар. Міне маған шабуыл басталды. Сөз бер дегендер көбейіп бара жатыр.